Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар. Біз сендермен өткен сабақта Ф дыбысы бар сөздердің айтылуы мен жазылуын есімізге сақтадық. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жақсыдан үйрен, жаманнан жирен. Ч, Ш дыбыстары. Бүгінгі сабақта сендер Ч, Ш әріптері бар сөздердің емлесін білесіңдер. Мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастырасыңдар және жауап бересіңдер. Кестедегі сөздерді менен кейін қайталаңдар. Олардың айтылуының ерекшеліктерін байқаңдаршы. Шағала, щетка, чемпион, шаңғы, ши, чек, шана, плащ, карточка, оқушы, борщ, матч, шаш, ашы. Бұл дыбыстардың айтылуын естеріңе сақтаңдар. Ш, Ш, Ч дыбыстары сөздердің барлық буынында кездесе береді. Балалар, кестедегі сөздердің мағынасын білесіңдер ме? Қане, бірге білейік. Шағала ол құстың түрі. Шаңғы мен шананы біз қыс мезгілінде сырғанауға қолданамыз. Плащ киімнің түрі. Ал ши мен борщ тамақтың түрі. Чемпион деп жарыста жеңіп келген адамды айтамыз. Дүкеннен зат сатып алған кезде бізге чек береді. Ол чекте бізде алған заттар тізімі және олардың бағалары жазылған. Қазіргі таңда карточка өте танымал. Карточка арқылы біз төлем жасай аламыз. Естеріңе сақтаңдар. Ч, Ш дыбыстары қатаң дауыссыз дыбыс. Олар өзге тілден енген сөздерде кездеседі. Мысалыға, чек, чемпион, плащ, борщ. Ш дыбысы қазақ тілінде ашы, тұшы деген сөздерде ғана кездеседі. Өлеңді мұқият тыңдаңдар. Пиязды ашы дейміз бе, әлде ашы дейміз бе? Есікті ашы дейміз бе, әлде ашы дейміз бе? Ашы дегеннің мәнін ашып берер кім? Құйрықты шы жөнінде көңіл қойда мынанық. Ашы, тұшы сөзінде қолданылар бұл әріп. Балалар, өлең мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беріңдерші. Өлең не туралы айтылған? Ашы сөздері туралы айтылған. Өлеңдегі сұрақтарға жауап беріп көріңдер. Пиязды ашы дейміз бе, әлде ашы дейміз бе? Есікті ашы дейміз бе, әлде ашы дейміз бе? Пиязды ашы дейміз, есікті ашы дейміз. Ш әрпі қай сөздерде жазылады екен? Ашы, тұшы сөздерінде жазылады. Естеріңе сақтап алыңдар. Ал келесі өлеңді бірге оқиық. Чемпион болып бокстан, көтерілдім тұғырға. Көрді әлем биіктен, Қазақстан туында. Ал енді осы өлең бойынша сұрақтарға жауап беріңдер. Өлең не туралы? Өлең чемпион туралы. Чемпион деп кімді айтады? Чемпион деп спорт жарысынан жеңіп келген адамды айтады. Чемпион болу үшін не істеу керек? Көп еңбек ету керек. Денені шынықтыру үшін үздіксіз жаттығу жасау керек. Балалар, Қазақстаннан шыққан чемпиондар туралы білесіңдер ме? Бейне материалға назар аударыңдар. Елімізде спорттың көп түрі. Атап айтсақ, қазақша күрес, бокс, жеңіл атлетика, ауыр атлетика дамыған. Қазақстанның мерейін асқақтатқан спортшылар Жақсылық Үшкемпіров, Бекзат Саттарханов, Александр Винокуров, Серік Сәпиев, Ермахан Ибраимов,
Бақтияр Артаев, тағы да басқа. Жақсылық Үшкемпіров 1951 жылы Жамбыл облысы Свердловск ауданында дүниеге келген. Даңқты балуан грек-рим күресінен елімізден шыққан тұңғыш олимпиада чемпионы, әрі әлем біріншілігіне топ жарды. Кәсіби спорттан кейін қоғамдық істерге белсене араласты. Қазақстанның еңбек ері, барыс, құрмет, парасат ордендерінің иегері атанды. 2019 жылы Қазақстанда марқұмның өмірі жайлы Жақсылық деп аталатын көркем фильм түсірілген. Жеңіске жетелеген сізді намыс па? Әрине енді. Барлық салада солай ғой. Сондықтан мен бүкіл халқым мырзамын. Сол жердегі 15 мың халық отырған кезде, мен жаңағы кілемге шығар кездегі сол кісілердің маған деген айқай-шуы, бүкіл жаңағы отырған кең сарайдың ішінде айқайы соншалықты жақсылық деген кезде бүкіл халықтың дауысы жаңағы залдың ішінде, үлкен сарайдың ішінде соншалықты сол дауыстан мен жігерленіп, осы кілемді жеңейін, болмаса кілемді өлейін дегендей сондай бір адамға намыс келді. Міне, соның арқасында мен сол жерде жеңімпаз болдым. Өзімнің халқым үшін, елім үшін үлкен бір мерейін тасытып, қай ұлт екенін көрсеткеніме шын жүрегіммен қуандым. Олимпиада чемпионы Жақсылық Үшкемпіров жастардың спортқа бет бұруына көп ықпал етті. Түрлі халықаралық жарыстарды ұйымдастырып, өскелең ұрпақтың салауатты өмір салтын ұстанып, олардың ірі додаларда топ жару үшін де аянбай еңбек етті. Еліміздің көк байрағын желбіреткен чемпиондарымызды әрқашан мақтан тұтамыз. Чемпион болу қажырлы қайрат пен ерен еңбекті талап етеді. Балалар, бейне материалды мұқият қараған боларсыңдар. Чемпион болу үшін қандай қасиеттер керек екен? Қажырлы қайрат пен талмас талап керек. Ендеше сабағымызды ары қарай жалғастырайық. Мәтінді оқыңдар. Чукчалар Чукот түбегінде тіршілік етеді. Олардың өз тілінде бұл өңір Чау-чу деп аталады. Қазақша бұғылы жер дегенді білдіреді. Шынында да бұл өңірде бұғы өте көп. Бұғыны чукчалар көлік ретінде пайдаланады. Балалар, мәтіннің алғашқы екі сөйлеміндегі ч дыбысы бар сөздерді бірге атайықшы. Чукчалар, чукот, чау-чу. Бұл сөздердің қалай айтылатынын естеріңе сақтаңдар. Берілген сөйлемдердегі көп нүктенің орнына тиісті сөзді қойыңдар. Дүкенде карточка арқылы төлем жасадым. Анам ащы бұрыштан салат әзірледі. Асылжан щеткамен киімін тазалады. Менің ағам бокстан чемпион атанды. Балалар, сендердің жауаптарыңда осындай болды ма? Жарайсыңдар. Бүгінгі сабақта біз нені үйрендік? Ч, ш әріптері бар сөздерді салыстырдыңдар. Берілген өлең бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастырып, оларға жауап бердіңдер. Бәрекелді балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.